Құрметті менің сүйікті тыңдармандарым, каналыма тіркеліп лайк басып әңгіменің соңына дейін тыңдап қолдап отырыңыздар. Соңғы хабар бойынша екі ұлды орталық базардың айналасынан көрдік деген хабар келді. Айдостың әкесі бүгін өзі районға келіп сұрастыруды жөн көрді. Базарды міне шыр айналып жүргеніне 2 сағаттың айналасы болды. Әзірше көрдім білдім деген адам жоқ. Бұл қалай болғаны? Базардың тұтынушылары көрдік деген хабар айтса, базар сатушылары жоққа шығарып тұр. Бұның бір ғана түсініктемесі бар. Тұтынушыларға өтірік айтып керек емес, яғни олардың көргені рас. Ал сатушылар өтірік айтуы әбден мүмкін. Себебі көрдім білдім десе, нан тауып отырған жерлерінен айырылады. Себебі базар кімнің қарамағында екені бәріне мәлім. Орнынан айырылғаны былай тұрсын, өздерінің өмірлеріне де зиян тиіп кетеді. Қожайынның адамдары шашал десе, бас алатындар. Сілесі әбден қатқан Айдостың әкесі, шөлдеп базардың шетіндегі орындардың бірінде тұрған орта жастағы апайдың жанына келіп, салқын көже беруін сұрады. Алдында сүт өнімдері бар апай, үлкен ыдысқа салқындатылған көжені құйып, енді сұраушыға бере бергенде, үстіне байқаусыздан төгіп алды. Онсыз да ашудың үстінде тұрған Айдостың әкесі, мына әйелдің істеген ісіне ашуланып кетті. Кешірім сұрап үстіндегі киімін жуып берейін деді. Сонша қатты дауыс көтермеген Айдостың әкесіне айқайламаңызшы, дей берді. Мына апайдың қылықтарында бір гәп бар сияқты. Бірден түсіне қойып, құжаттарыңызды көрсетіңіз, деді даусын қатқыл шығарып. Құжаттарын ұсынған апай Айдостың әкесіне жақындап, документте бірдеңені түсіндіргенде болып, ақырын ғана. Олар күнде осында жүреді, кешке дейін кетпеңізші, деді. Танисыз ба? Иә, ағайынды сүйкімді балақайлар ғой, күнде келеді осы жерге. Көп сөйлесе көзге түсетіндер сезіп, енді көзіңізге қарап беріңіз көжені, деп Алия апайға құжаттарын қайтарды. Не болса да базардан шығып, енді сырттан бақылау керек сияқты. Мүмкін екі ұл жайлы тіміскілеп жүргенін сезіктеніп қалулары да мүмкін. Көзге түспей бір тасада отырайын деп шешті Айдостың әкесі. Бірақ бүгін бұл балалардың базарға келмеуі басқа жағдайға байланысты еді. Іздеп келіп қалар деген үміттері сағынға айналып бара жатқандай болған Санат, бүгін таңертең көптен ойластырып жүрген жоспарын іске асырмақшы болды. Түнде ұйықтар алдында Асқатқа, мен сені қатты жақсы көрем, деп қолын қысты да, қандай жағдай болмасын, еркек екеніңді ұмытпай шыдап бақ, артынан барлығын түсінесің, деді. Күндізгі жүрістен әбден шаршаған Асқат, көзі қайта-қайта ілініп Санаттың астарлап сөйлегенінен ештеңе ұқпады. Таңертең күндегідей таңғы астарын ішіп жолға қамданды. Жинап алып кететін көлікке отырғанда Санаттың екі көзі зәулім үйдің есігінде болды. Анасы шығып қалар деген ой. Егерде бүгін барлық ойдағыдай болса, Асқат екеуі құтылып кеткенмен, анасымен не болмақ деп ойымдайды. Құрып кетсінші, не болса да бүгін қашады, бітті. Ішкі ойларымен арпалысып отырғанда, қалай орталық базарға келіп қалғандарында байқамай қалды. Адамның көзі түспейтін жерден ағайынды екеуін және 3 ересектеу жігіттерді түсіріп кетпек. Екеуі қайыр сұрайды, үшеуі ұрылар. Алдымен ешкімге сыры білдірмей Санат Асқатты ертіп, базарға еніп кетті. Бүгін адам көп, себебі сенбі, көпшілікті демалыс. Жайлап күнделікті тірліктеріне кірісіп бастады. 3 жігіт өз алдарына кетті. Әбден ана үшеуінің көздерінен таса болдық қой дегенде, Санат Асқатты жетектеп, тез-тез басып, өзі білетін базардың қуыстарына шапшаңдатып жүріп барады. Ағасының бұл қылығын түсінбей Асқат: «Аға, қайда барамыз?» деумен. «Қашамыз». «Қайда, әжеме ме?» «Иә». Асқаттың жүрегі аузына тығылып, бір шетінен бойын қуаныш билесе, екінші шетінен қорқыныш үрей басып барады. Артқа шегінер жол жоқ.
Тек алға. Әне-міне дегенше базардың шетіне келді. Енді тек жолдан өтіп көп қабатты үйлердің ортасымен ауылдарға жүретін аялдамаға қарай тартып отырулары қажет. Ортасы біршама жер. Автобусқа мінбейді. Көзге түсіп қалулары мүмкін. Сондықтан тек жаяулатып барады. Осы жердің участковыйларына барса да болар еді. Бірақ бұлардың барлығын қожайын тамақтандырып отырған соң, олардан еш қайыр жоқ. Не болғанда да бірден ауылға тартып отырулар қажет. Қалталарында базарда жүріп, біраз жинаған тиындары бар. Жете ме, жетпей ме, ол белгісіз. Екеулеп қашып бара жатқан ағайындылар алды артына қарамай бүгін қалайда қашып құтылмақ. Қанша жүгіргендері белгісіз, бірақ қолының босап қалғанын сезген Санат енді ғана Асқаттан көз жазып қалғанын байқады. Аң-таң, ешқандай дыбыс шықпағандай, ешкім айқайлап шақырғандай емес. Қалай болғанын түсінбеді. Жаңа ғана қосарланып жүгіріп келе жатқан Асқат үшті күйлі жоқ болып кетті. Кері жүгіріп бармақ болып еді, көзіне қожайынның адамдары түсті. Жетектеп бауырын алып кетіп барады. Соңдарынан жүгірсе, енді бостандықты көре алмасы анық. Не істейді? Бір ғана амал бар сияқты. Ары қарай жалғыз кету керек. Тездетіп көмек беретін адамдарды іздеу керек. Ең болмағанда ауылына жетіп алса, ары қарай ағасы мен әжесі бір мәнісін жасар. Бірақ өзінің артынан қалып қойған інісін ойласа, енді күні не болмақ деп басын қатырды. Әйтеуір Алла қауышуға жазса екен. Міне, тиісті жеріне де жетті. Бірінші тұрған көлікпен сөйлесіп, ауылына қарай тездетіп жеткізуін өтінді. Қалтасында берер тиыны аз болса да өзіне сенімді. Ешкім қашқын екенін сезбесін деген кейіп танытып отыр. Бар күш-жігерін жұдырығына түйіп, өз-өзін бекем ұстауда. Енді азғантай уақытта ауылына жетпек. Бұйырса, әжесінің бауырына кіріп, ағасын құшақтап көрісетін санаулы секундтар қалды. Тек өкініштісі қасында Асқат жоқ. Кеш бата аман-есен ауылына жеткен Санат үлкен тас жолдан түсіп қалып, үйіне аяқ-аяғына соқпай тездетіп жүгірді. Үйіне жақында бере көзіне еріксіз жас келіп, табалдырықтан аттамай жатып бақырып, әжелеп даусын шығарды. О тоба, өз көзіне өзі сенер емес. Қарт әжесі тағы сары уайымға салынып, төсектің үстінде қабырғаға қарап, бүк түсіп жатқан еді. Бұрылып қарағаны сол еді, көзіне оттай немересі басылды. Санат, Санатым сенсің бе? Құлыным-ау, деп кемсеңдеп, қарт әже орнынан тұрып, өзіне қарай ұмтылған немересін құшағына қысты. Әжесінің құшағы не деген ыстық еді. Санаттан бақытты адам жоқ. Расымен үйіне жеткеніме, өзіне өзі сенер емес. Құлыным-ау, құлыным, анаң қайда, Асқат қайда? Деп қарт шешей есікке жылтақтады. Іші бір жамандықты сезіп тұрғандай. Есіктен Таңат кірді. Ол да інісіне қарай жүгіріп, құшағына қысып, амансың ба, тірісің бе, деумен болды. Таңат, далада тағы біреу бар ма? Жоқ әже. Санат, інің қайда? Анаң, деді әже қайта сұрақты қойып. Санат бар көрген білгенін баяндай бастады. Асқат екеуінің бастарынан өткізген күндерін, анасының сол үйге кіргеннен қайта шықпағанын, базарға баратындарын алақан жаюға, осы күнге шейін өткен өмірлерінің бүге шүгесіне дейін айтып берді. Қалай қашып кеткенін, жоспарлап қанша түн ұйқысын бөлгеніне дейін қалдырмады. Екі баланың жағдайын естіген әжесімен Таңат үшін өте қиын болды. Ендігі жерде Асқаттың жағдайы қалай екен деп қан жұтты әже. Тездетіп, Айдостың әкесіне бару керекпіз. Мына әңгімені ол да білуі тиіс, деді Таңат. Дұрыс, дұрыс, деп қолдады әжесі. Екі баланың өздерін жіберуге болмайды. Әжесі де киініп, балалармен еріп шықты. Кеш батып қалған менен әлі жұмыс уақыты. Айдостың әкесінің кеңсесі жабық. Ешкім қайда кеткен білмейді. Үйіне жақындады. Үй іші де еш хабар аламай отыр екен. Тек бар білетіндері
бір жұмыспен ауылдан шығып кеткені. Үміттері үзілгенде болған үшеуі бастары салбырап үйлеріне қайтты. Барлығының ойын Асқаттың қазіргі күйі күйіндіріп, уайымға салып тұр. Арасында Таңат Санатқа ұрсып қояды. Сәл шыдасаң болмас беді, Асқатпен не болмақ, деп. Артынан бауырын қайта құшағына алып кешірім сұрайды. Басы қатты, не айтып не қойып жатқан білмейді. Ары-бері жүгіріп жүргенде далада тастай қараңғы болған. Тек үйлердің жарығы ғана көрінеді. Алыстан кейде көліктердің ғана дауысы еміс-еміс естіледі. Жаяу жүргенге қарт әжелері де шаршап қалып жатыр. Ауылдың ортасына жеткенде жолдың жиегінде тұрған аласа тасқа отырып дем алғысы келді. Екі немересі сүйемелдеп отырғызды. Айтарға әңгімелері де таусылған сияқты. Кенет Таңат: ертең сол орталыққа барып, Асқатты өзіміз деймін, деді. Сені де ұстап әкетсеші? Айдостың әкесін күтейік те, деді Санат. Әр минут санаулы сияқты, көз алдыма Асқат қиналып жатқанда елестейді, деді Таңат жыламсырап. Мүмкін сенікі де дұрыс болар, балам, бара ғой, қуысырып отырғаннан, деді әжесі. Әже, рас айтам, барсам тауып әкелетін деймін. Ішкі интуициям алдамайды, деді Таңат. Бара ғой, қолыным бар, тілеуіңді берсін. Санатты да ертіп бар, көмегі тиері анық, деп әжей ағыл-тегіл болып жылап жатқанда, қастарына келген ер адамды үшеуі де сезбей қалды. Ох, мұнда отыр екенсіңдер ғой, деген Айдостың әкесі. Дұрыстап үңіліп қарап еді, Санатты бірден таныды. Бала, барсың ба? Құлағыңды бұрап алатын бала екенсің өзің. Не деген жылдам едің? Кішкене кідірмедің бе? Деп Санаттың арқасынан қақты. Бұл мақтау ма әлде сөгіс бе? Үшеуі түсінбей тұр. Тыныштық па қарағым? Неше күннен бері қамауда болған немеремде нең бар? Деді қатқыл үнмен әжей. Бәрі жақсы, әжей, бәрі жақсы. Осы жүгірмегіңіз болмағанда, бүгін құр алақан келер медім, кім біліпті. Әжей, сүйіншіңді дайындай бер, қымбатқа түсесің ғой осы, деп қалжыңдауын жалғастырды Айдостың әкесі. Балам-ау, басымыз мең-зең болып отырғанда, мынау не мазағың? Бүгіндікке әбден шаршадық. Кеңсең жабық, үйіңде жоқсың, деді ренжіген адамның кейпін танытқан әжей. Ұзақ әңгіме, жүріңіздер, жарық жерге барып сөйлесейік. Үйдегі келініңізге ет салдыртып кеттім. Сіздерді алып келем деп, үйге барғанымыз абзалырақ. Аяғымнан аяқта қалмады, деп әжейді екі немересімен әкете жөнелді. Айдостың анасы еттің нанын иілеп жатыр екен. Күн ұзаққа нәр татпаған Санаттың қарны шырылдай бастады. Сүрленген еттің иісі мұрнын жарып барады. Барлығы қонақ бөлмеге жайғасты. Айдостың анасы дастарханға бар тыққанын шығарып қоя бастады. Жақсымен жолдас болсаң, жетерсің мұратқа. Жаманмен жолдас болсаң, қаларсың ұятқа, деп бастады сөзін Айдостың әкесі. Осы уақытқа дейін Таңаттың қандай адал жігіт болып өсіп келе жатқанына 1000 мәрте көзім жетті. Әжесі, ол сіздің еңбегіңіз. Сол еңбегіңіздің болашақта жемісін жейсіз. Бауыры үшін шырпыр болған Санаттыды бүгін сыртынан бақыладым. Жарайсыңдар жігіттер, деп Айдостың әкесі ұлдарға әжейге күлімдеп қарап. Уайымдамаңыз, Асқатыңызбен де жақын күндері қауышасыз, деді. Дым түсінбей тұрғаным, ол қайда? Деді Таңат. Ешкімнің көзіне түспей тұрғанда, базардан шығып тасада тұрған Айдостың әкесі, шылымы таусылып, көп қабатты үйлердің ортасындағы дүкенге қарай беттейді. Бірден көзіне жолдан өтіп бара жатқан екі жеткіншек түседі. Анықтап қарағанмен көзі жетпеді. Жүріс тұрысына қарасаң, асығып бара жатқан балалар, жұпыны киімдері. Алия апайдың сипаттаған ұлдарға ұқсайды. Тездетіп соларға беттеді. Енді міне, алдарынан шыған ба дегендей, қай тесіктен өтіп кеткені белгісіз. Екі бала ұшты күйлі жоқ болып кетеді. Үйлердің ортасын шыр айналып өтіп жатқан барлық халықтан сұрай бастайды. Ешкім көрмегенін айтуда. Күн болса жанып тұр.
көзі түскен көлеңкеге қарай беттейді. Енді отыра бергені сол еді. Дыбысыңды шығарма, арам күшік, кіммен ойнап жүрсіңдер? Деп бір ер адамның даусы шығып жатыр. Дауыс шыққан жаққа беттеген Айдостың әкесі екі ересек жігіттің кішкентай баланы күштеп сүйреп бара жатқанын көреді. Бірден ауылының баласын таниды. Қолдарынан жұлып әкетуге шамасы келер-ақ. Бірақ кім білсін, бұзақылардың ойларында не бар екенін деп. Бірден алдымен орталық жедел жәрдемге телефон шалып, тұрған адресін айтады да, белгісіз бір баланың денесі жатыр, деп өтірік ақпарат береді. Бұлай айтуының бір сыры бар еді. Жедел жәрдем біріншіден тез келеді, және баланы қауіпсіз жерге орналастырады. Олар келемдегенше мыналардың жолын бөгей тұру қажет. Тоқтаңдар, деді. Ағасы өз жолыңызбен кете беріңіз, інім ғой, тентектік жасап қойды, деді міз бақпастан қарақшының бірі. Ие, қандай інің? Кәне, құжаттарыңызды көрсетіңіздер. Ағасы? Деп қайта бастағаны сол еді. Асқат, ағай, өтірік айтады, құтқарыңызшы, деп айқайлап жіберді. Онсыз да мынадан бері қаштың деп таяқтың астына алғандар көрініп тұр. Асқаттың үсті шаң, беті ісіп, көздері алақандай болып кеткен. Таңаттың ауылда бір мүгедек досының барын білгенмен, оның өзінде әкесінде онша біле бермейді екен. Айдостың әкесінің өзін іздеп жүргенімен еш хабарсыз. Тек көмек болар ма деп жалбарынып тұр. Айдостың әкесі жоспарлағандай, жедел жәрдем ол ойлағаннан да тез келді. Өздерімен бірге патрульде жетті. Екі жігіт қаша жөнелді. Олардың соңынан Айдостың әкесі қуып әлек болмады. Ары қарай патруль өз жұмысын атқарды. Қас пен көздің арасында екеуінің қолдарына кісен салып ала жөнелді. Айдостың әкесі Асқатты жедел жәрдем алып кетуін талап етті. Өзі де құжаттарын көрсетіп бірге көлікке мінді. Ауруханаға барған соң баланың денсаулығын тексеріп, ол жерге де заң қызметкерлері шақыртылып, Асқатты уақытша сауықтыру орталығына, яғни істің ақ-қарасы анықталғанша басына қауіп-қатер төнбесін деп осы орталыққа орналастырады. Біткен іскеммен жоқ деп, барлық жоспарының дәл ойдағыдай шыққанына риза болған Айдостың әкесі ауылына кеш бата жеткені. Сенерлерінде сенбестерінде білмей, әжей мен екі немересі таң қалып, распа деумен болды. Әжейдің екі көзінен жас тамшылап, Айдостың әкесінің аяғына жығылды. Қолың болып өтейін, тек шыныңды айтшы. Онсыз да күндіз күлкіден, түнде ұйқымнан айырылдым, деді. Қарт ананың мына қылығынан ұялып демеп көтеріп, көзінің жасын сүртіп. Маған толықтай сенсеңіздер болады. Қазір тамақтанып алайық, сосын үйлеріңізге барып демалыңыздар. Ал ертең ерте орталыққа барамыз, Асқатқа апарамын, деді. Мәре-сәре болып Айдостың үйінде бүгін шағын той. Дастархан басында Санат қожайынның үйінде өткен күндерінің барлығын қайта баяндап берді. Жыламаған адам қалмады. Айдостың анасы олдарға кетерлерінде. Қалаған уақыттарыңда үйге келіп тұрыңдар, деді бастарын сипап. Енді тек түннен аман шықса, ертең Асқатпен қауышады. Бұл мезетте қожайынның шарбағында айқай-шу. Орталық емес, қалалық ішкі істер басқармасының тергеушілері құлағдар болып, әп-сәтте келіп, кәдімгі кинодағыдай үйді қоршап, басты күдіктілерді ұстау операциясы басталып кеткен. Көптен бері толықтай дәлел болмай, қалай осы қожайынды темір торға түсіреміз деп жүрген қарсыластарына да, заң қызметкерлеріне де бүгінгі жағдай іздегенге табылған болды. Барлығын тиеп қылмыстық іс қозғалғанша қамауға алынды. Ішінде Мақпал да бар. Өзін жәбірленушімін деп көрсетіп, күшпен ұстап, балаларының қайда екенін білмеймін, бөліп алып кетті деп арыз жазды. Қожайын екеуінің ортасындағы келісімді жоққа шығарып, басқа мәлімдеме жасады. Не деген ұзақ түн еді. Әйтеуір таңда бозары батты. Әжей бірінші тұрып немерелеріне таңғы астарын дайындап оятты. Тездетіп тамақтанып үшеуі Айдостың үйіне қарай жөнелді. Бұл үйдегі ағайда ерте тұрған болу керек, дайын отыр екен.
жұмысынан көлік шақыртып қойған болатын. Әжей мен немерелері келген бетте орталыққа қарай тартып отырды. Асқат пен психолог маманы жұмыс жасап отыр екен. Санатты да өзін жеке бөлек бөлмеге алып кетіп, оның да осы орталыққа уақытша болатынын әжесіне айтып түсіндірді. Енді кішкентай Асқат пен әжесінің қауышқанын жеткізу мүмкін емес. Екеуін сырттай бақылап отырған адамдардың барлығының жүректері қарсы айырылды. Әжесінің қатпар алақанын сүйіп әжелегенде Асқаттың қанша күнгі ішіндегі бүгіп жүрген жан айқайы шықты. Әзірше Санат пен Асқат осы жерде болғандары дұрыс, деді сауықтыру орталығының бас маманы. Себебі онсыз да тағдырларын аямаған өмірдің мына сынағы екі ұлдың психикасын әбден бұзған. Асқат түнімен айқайлап көмекке шақырып шыққан. Тыныштандыру дәрісін ішкен соң ғана барып ұйықтаған. Осындай келеңсіз жағдайлар Санаттың да басында болған. Не болғанда да екі ұлдың денсаулығына біраз сызат түскен. Естеріңізде болса, әңгіменің басында Асқат жылап есіне алып отырған сәт осы оқиға болатын. Бірақ өкінішке орай Мақпалға бұл жағдай келесі басқа ер адамға құшағын ашуына ешқандай қиындық тудырмады. Осы жағдайдан кейін арада 2-3 ай өте салысымен келесі көңілдесін тапты. Не себептен анасын сорлатып, балаларды әкетемін деп тұрғанын өзге емес, өзінің түйсігі де түсінбейді. Себебі айдан анық, балаларға ешқандай аналық махаббат та жоқ. Тек бір құрал ретінде пайдалануға болмаса. Қожайынның үйінде ұсталғанда да 3 ұлын алға тартып, өзі де қамаудың құрбаны болғанын айтып, қожайын екеуінің арасындағы келісім жайлы тіс жарып айтпады. Қожайынмен бірге болған сол күнгі қарамағындағы барлық қолбасшылары ұсталды. Тиісті жазаларын алды. Қалай екені белгісіз, бірақ Тоғжан қашып құтылып, енді тағы кезекті қожайынның бостандыққа шығуын күтуде. Бұл бірінші рет ұсталғаны емес, сондықтан көп ұзамай қожайын бостандыққа шығатыны белгілі. Осы жағдайда Тоғжанның балалы болып ана атанғысы келген арманы көзден бал-бұлдай ұшқаны болмаса, басқаға өкпесі жоқ. Өмір үйреткен 3 күннен кейін көргеде үйренесің демекші. Ет күйеуінің түрмеге отырып шыққанына әбден үйренген. Қожайын ұсталды деп байбалам салып жатқан ол жоқ. Артын сабырлықпен күтуде. Мақпалды тергеу аяқталып үйіне оралған соң, көп ұзамай келесі көңілдесін тапты. Қайтадан сол бұрынғы әуені, балаларды әкетпекші. Шешесінің сөзіне қайғырып тұрғаны шамалы. Бірақ бұл жолы Таңат барлық шешімді өз қолына алмақшы. Асқаттың солқылдап жылағанына жүрегі шыдамай, анасы мен әжесі дауласып жатқан бөлмеге шықты да, «Біз ешқайда бармаймыз», деп кесіп айтты. Баласының мына қылығына ашынған ана шапалық беріп үлгерді. Сұстанып кеткен Таңат, «Не істесең оны істе» деп анасының жинап жатқан сөмкелерін алды да есіктің сыртына шығарып тастады. Артынан үйден тез арада кетуін талап етті. Бала жүрегі анасын қанша қимаса да, анасының көкек деген атқа лайықты екеніне көзі әбден жетіп тұр. Әйтпесе дені сау адам балаларының өмірін ойыншық ете ме? Қазір 3 жігітте ер жеткен. Қарт әжелерін жер қойнауына тапсырғанына біраз болды. Өле-өлгенше осы 3 ұлды ойлаумен өтті. Тек Таңатты оқытып үлгерді. Қалған екеуінің болашағын Таңатына тапсырды. Аналары болса бір келіп бір кетіп жүріп, ақыры бір көңілдесінің қолынан өлім құшады. Араққа тойып алған көңілдесі Мақпалды қасында бөтелкелес болып отырған жігіттен қызғанып, отырыс тараған соң Мақпалмен ұрсысып, аяғы осындай жағдайға әкеп соқтырады. Атағы қандай жаман еді. 3 ұлға қандай атақ әкелді. Бірақ соның бірінде тірі кезінде ойланбаған анасы өліп кеткенде де ұлдарының алдында жақсы атпен кетпеді. Әңгіменің басында Мақпалдың бір әпкесі, 2 інісі бар деген едім. Әжесі өмірден өткен соң 3 баланы өз қамқорлықтарына 2 нағашы ағасы алады. Бір анадан алада туады,
құлада туады демекші. Нағашы ағалары Таңат, Санат, Асқатты ешкімнен кем қылмай өсіріп, оқытып, тоқытып, бағып қақты. Бір нағашысы үйленген тұғын, балдарды жаңадан қолдарын алғанда. Бақтарына қарай жеңгелері өте жақсы адам болып шықты. Өз балаларынан бөлектетпеді қайнапкесінің ұлдарын. Бөтен үйдің емес, өз үйінің ұлдары сияқты сіңісіп кетуіне бірден-бір еңбек осы жеңгесінікі. Шыны сынып қайта орнына жапсырсаң да, сынған жердің ізі тұрады. Сондықтан да өткен өмірдің сол қорқынышты күндері Асқатты әлде де мазалайды. Тілінің сақауланып кетуі де содан. Қанша жерге қаратқанмен орнына келмеді. Есіне түссе, анасына қатты өкпелейді. Таңаттың өз отбасын құрғанына да 5-6 жылдың шамасы болды. 2 баласы бар. Санат сұр бойдақ. Өзінің дөңгелетіп отырған жеке кәсібі бар. Үйленсеңші дегендерге жібі түзу қыз жоқ деген жауап береді. Өмір деген сан түрлі жолақтардан тұрады. Өмірге бала әкелдің бе, ол үшін жауапты екендеріңізді ұмытпаңыздар, аналар. Әңгіменің соңы. Каналыма тіркеліп лайк басып, әңгімені қолдай отырыңыздар. Тыңдағандарыңызға рахмет.